қазақ эстрадасының жұлдызы Алтынай Жорабаева пандемия кезінде елордада от шашуға қатысты бар ойын ақтарды. Өнер иесі мұндай шараға миллиардтап қаржы жұмсағанша, ол ақшаны бүгінде індетпен жанын сала күресіп жатқан дәрігерлерге беру керектігін айтып қалды. Алтынай Жорабаева от шашуды не себепті ұйымдастырғанын түсіндірген билік өкілдеріне шүйлікті. Көпбалалы әнші Instagram желісінде азулы жазба жариялап, бұл даулы жағдайға қатысты пікір білдірді. Мынау не мазақ? Ақталғандарының түрі ме? Бірінші сыныптың баласына айтып отырғандай. Сол дәрігерлерге шын жандарың ашыса, осы кеткен миллиардтарды премия ретінде береді едіңдер ғой. Осыған ақша бөлгенсіп, сол жерден ақша жеу ғой, негізі. Өз басым от шашу дегеннен кішкентайымнан қорқамын. Кәдімгі бір соғыс болып жатқандай естіледі ғой, Алла сақтасын. Жорабай атам соғысқа барған кездерін қаншама бомбадан Алла сақтап аман қалғанын айтып беретін. Содан соғыс туралы киноларды көріп, атамның айтып бергені көз алдыма елестеп, сондай қорқыныш қалып қалған. Студент кезімде 31 желтоқсан күні кешке құдашам алаңға барайықшы деп, қорқамын деп айтуға ұялдым. Сол қорқынышымды мүмкін жеңетін шығармын деп, тәуекел деп алаңға бардық. Құдайдың құдіреті, біреудің қолындағы атып жатқанының ұшқыны менің шашыма тиіп, шашым өртене бастады. Әйтеуір қолыммен сабалап, Алла сақтап өшірдік. Бәрібір салют жаман ырым деп ойлаймын, деп жазды өнер иесі.